Сәлем, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз диафрагма жаттығуларын еске түсіру. Ұмытпасаңыздар, біз жалпы диафрагма жайлы диафрагма жаттығуларын жасаған болатынбыз, соны еске түсіріп қайталайық. Жалпы диафрагма дегеніміз ол адамның ағзасында орналасқан өмір бойы тоқтамай жұмыс жасап тұратын бұлшық еттің бірі болып саналады. Жалпы диафрагма ол қазақша аударғанда оны біз көгек дейміз. Бірақ бізге ыңғайлысы диафрагма деп айтқан ыңғайлы болады. Енді диафрагма жаттығулары ұмытпасаңыздар, біз демді негізінде ән айтқан кезде ең бірінші диафрагмаға демді аламыз. Жалпы диафрагманы жұмыс жасауы ол өмір бақи адамның ағзасында жұмыс жасап тұрады. Сөйлеген кезде де, күнделікті дем алған кезде де, бірақ ән айтқан кезде оның жұмыс жасау ережесі мүлдем бөлек болады. Біз яғни демді алған кезде, ән айтар алдындағы демді алған кезде біз мұрын арқылы демді алып, яғни мысалы қараңыздар, диафрагмаға демді аламыз. Түсінікті ғой. Енді диафрагмаға демді алған кезде иығымыз көтерілмеу керек, я болмаса біздің кеудеміз көтерілмеу керек. Яғни біз кеудеге диафрагмаға демді алған кезде кеудеміз көтеріліп кетсе, онда біз дұрыс алмай жатырмыз демді. Ол өйткені ән айтқан кезде біздің мысалы ұзақтыққа созатын ноталар әндеріміз болса, соған жетпей қалуымыз мүмкін. Ал егер де диафрагмамен алсақ, онда міндетті түрде қойылған шартқа міндетті түрде жеткізуіміз тиіс. Енді жалпы ең жеңіл, ең оңай жаттығудың бірі ол оң қолымызды кеудемізге қойып, сол қолымызды диафрагманың тұсына қоямыз. Және демді аламыз. Жалпы мен сіздерге көрсетейін қалай болатынын. Кеудеге алмаймыз, тек қана диафрагмаға аламыз. Мұрын арқылы аламыз және деміміз таусылғанша асықпай шығарамыз. Тағы да аламыз. Соңғы деміміз таусылғанша шығарамыз. Енді тағы да бір ыңғайлы оңай жаттығудың бірі қиғашынан көрсетейін сіздерге. Бірақ демді алған кезде үзіп шығарамыз. Демді аламыз. Үзіп, соңғы деміміз таусылғанша шығарамыз. Енді біздің келесі жаттығуымыз диафрагмаға арналған, яғни фортепианоның көмегімен жаттығулар жасаймыз. Мысалы, жаңағыдай ұзақтыққа созамыз. Ал енді үзіп айтып көрейік. Мінекей, бұл да бір ең ыңғайлы, қолайлы және оңай жаттығудың бірі болып саналады. Тағы да бір біздің осы фортепиано арқылы тағы да бір жаттығуымыз бар. Ол мысалы қараңыздар, ұзақтыққа созу, демді диафрагмаға алып, ұзақтыққа созу жаттығуымыз.
ұзақтыққа созамыз. Осы 3 дыбыс арқылы ең оңай жаттығудың бірі болып саналады. Ары қарай жалғастырайық. Мінекей, көрдіңіздер ме? Біз фортепианомен ең оңай жаттығуды қайталадық. Яғни ми деген дыбыс арқылы қайталайды. Мінекей, біз диафрагмаға арналған жаттығуларды жасадық. Енді осы видеоға назар аударыңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Диафрагма көгет адамның кеуде қуысынан, құрсақ қуысынан бөліп тұрады. Бұл пішіні күмбез тәрізді жұқа және өте жалпақ келген бұлшық ет. Көгеттің бірнеше жерінде тесіктер бар. Солар арқылы қан тамырлары, жүйкелер және өңеш өтеді. Көгет ағзадағы өмір бойы тоқтамай жұмыс істейтін бұлшық ет деп саналады және ол тыныс алу процесіне қатысты. Ән айту процесінде көгет жиырылғанда өкпенің көлемі ұлғайып, адам ауаны жұтады. Мұны дем алу дейді. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, бұл көгеттің ән айтқан кезде, күнделікті тұрмыс тіршілікте сөйлеген кезде жұмыс жасау процесі. Көгет ән айтқанда қалай жұмыс жасайды? Және де көгеттің орналасқан жері адамның ағзасында тұратын, өмір бойы тоқтамай жұмыс жасап тұратын бұлшық еттің бірі болып саналады. Бәрекелді, бүгінгі біздің диафрагма жаттығуларын еске түсіру сабағы осы болатын. Енді біз келесі сабақта диафрагма және тыныс алу бағытын өтетін боламыз. Ол осы сабаққа ұқсас, бірақ біз демді қалай аламыз, қалай жұмсаймыз, сол туралы өтетін боламыз. Келесі сабақта жүздескенше аман болыңыздар.